Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен картошкадан жасалатын таяқшалар дайындаймыз. Ол үшін бізге қайнатылған картошка керек. Үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Үккіштен өтілген сырымызды саламыз. 100 грамм кукурузный крахмал және 100 грамм ұнымызды салып, жақсылап қолымызға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жайып, қолымызбен үстіне пленкамызды тағы төсеп, оқтауымызбен қалыңда емес, жұқада емес, орташалау қамыр жайып аламыз. Осы аралықта майымызды қыздырып қоямыз. Осылай көз мөлшерімізбен пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Осы дайын болғанды қызып тұрған майға салып аламыз. Өте дәмді, өте жұмсақ болып піседі екен. Өзім де бірінші рет істеп қарадым. Балдарға, үйдегілерге ұнады. Істеп қарауларыңызға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.